Баршаларыңызға да ассалаумағалейкум. Менің арнама тіркеліп, осы әңгіме жайында өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Бүгінгі әңгімем іштарлық пен көреалмаушылық жайында болады. Ғұлама Азмағи, Алла оны рахмына бөлесін, былай деп әңгімелейді. Бірде Сахарада жасы 120-ға келген тың бір ақсақал бәдәуиді көрдім. Жасының ұлғайғандығы бір бөлек, мені ширақтығы таң қалдырды. Таңданысымды жасыра алмай, мұндай шақта қалайша таң жүргендігін сұрадым. Ол болса, іштарлықтан арылып едім, соның сый ретінде Құдайдың маған бергені ғой деп жауап қатты. Иә, шындығында іштарлық, көреалмаушылық деген рухани үлкен дерт. Адам баласына тіптен жараспайтын тірлік. Мұндай теріс әдет кезінде Іблістің Алла тағала мейірімінен қуылуына итермеледі. Ақырында адамзатпен мәңгі дұшпан болды. Іштарлық, көреалмаушылық, қызғаныш сезімі бар адам әрдайым мазасыздыққа ұрынады. Өзгелердің жетістігі мен дүниесін көрген сайын өмірден түңіле береді. Мұндай адам Алланың бергеніне разы болмай, күпірлікке ұрынары сөзсіз. Ислам діні адам баласын біреудің қолындағы мүлікті қызғануға емес, керісінше өзімізге не тілесек, өзгелерге соны тілеуге шақырады. Ал біреудің қуанышына қуана алмайтын адам шынайы иманның дәмін ешқашан тата алмайды. Құдайдың біреуге берген бағын қызғанудан, күндеуден аулақ болайық ағайын.